екі жақтан қалдырған кезінде екеуі де бірдей количество саны петляның бірдей қалу керек та, артығы мына ортаға кету керек. Сондықтан екі жақтан есептейміз қыздар, ровный сан болу керек қалдырған әкеп тоқығанымызда, және мына жердегі ортаға кете береді, ол еш нәрсе қылмайды. 38-39-ға 7 петля қалдырыңыздар дедім, 9 қалдырсаңыздар да болады, болмаса қалдырмай мынаны кейбіреулер былай жауып киетіндер де бар, осылайынан жауып киетіндер де бар, ол да болады. Бірақ енді 9-дан артық қалдырмай ақ қойыңыздар, себебі артық болса мына жағында былайынан шығып кетуі мүмкін, мінекей былай болып кетеді жабылған кезінде. Енді ары қарай мен сіздерге тоқуды бастап көрсетемін. Мана біздерде ең мынау мысканы тоқып жатқан кезімізде соңында мына жіп қалды ғой, ол жіпті мен сөкпейміз деген едім, қимаймыз деген едім, мінекей осылайынан қалдырып қойған болатынмын. Енді бір жағын осыдан жалғастырып кетеміз. 2 петля соединительный болды да, осылай қалған еді ғой, сөгіп тастаймыз да қалдырамыз. Сол соединительный петлядан бастап санап мына жерге дейін осылай тоқимыз, және әрі қарай жалғастырамыз. Әрі қарай, яғни бізде екінші жіп жұмысқа кіретін болады. Қазір сіздерге көрсетейін. Тоқуды жалғастырамыз. Тілді болдық. Енді қараңыздар. Тілді тіпті қазір кедергі болады десеңіздер, астына қарай қайырып қойсаңыздар болады, кедергі жасамас үшін. Енді біздерде бұрынғы сол мына мысканы тоқып болғаннан кейін қалған петлямызды іске қосамыз. Қазір қарап алыңыздар, 2 соединительныймен тұр ма? Менде мынау 2 соединительныймен тұр екен, қараңыздар. Мінекей, мынаусы бізде бірінші соединительный, мынау екінші соединительный болған. Мына жабысып тұр. Енді әрі қарай тоқуды бастаймыз. Қайырып аламыз да, 2 соединительныйдан кейін мына жерде біз бірінші соединительный тоқымайтымыз да, мынау екіншісіне тоқимыз. Қазір екіншісіне алып, осылайынан қыздар, әр петляны тоқып кете береміз. Тек қазір ана тілдің басталған жеріне келген кезінде басқаша тоқылады, соны көрсетемін. Мінекей, әзірге басында неше петля қалдырған едік? 11 петля ғой. Ең бірінші баста қалдырғанымыз екі жағынан, сол 11 петляны тоқимыз өзін. Тілге жеткенше. Мінекей, әрі қарай көрсетіп жіберейін. Біз 11-ді тоқыдық та, одан кейін мынау ненің тілдің петлялары басталады ғой. Енді осы жерде біз мына тілді тоқыған кезінде өзі 2 петляның екінші қабырғасына, артқы қабырғасына тоқыдық. Алдыңғы қабырғасы бос болған. Ол алдыңғы қабырғалар бізде мінекей мынау бір-біреуден өздері бос тұр ғой. Осылар, осының бәрі алдыңғы петлялар. Осы петляларға жаймендеп теріп біз тоқи береміз. Қараңыздар, мінекей мынау біріншісінен басталады. Мен сіздерге бірінші санауын көрсетейін. 11-11 екі жақтан қалды ғой. Енді қазір санаймыз, неше петля бізде мына жерде бар. Басынан бастаймыз. Мінекей тоқып келдік. Енді қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы мына бір-бірден тұрғаннен санап шығасыздар ғой. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 болып тұр мына жерде. Енді мына жақтан 11, мына жақтан 11, екеуі 20 болса, 22 болса, мына жақтан 30 бар, 52 болды, 52 болса, яғни бұл жерде тақ болып тұр.
мына жерімде қате санадым ау деймін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жерде 10 петля қалған екен. Мен жаңа 9 деп шатасқан бәсе. 52 петля болса, енді қараңыздар, менде тақ болып тұр ғой. Енді мен аламын да мына жерден 52-ден 10 петляны алып тастаймын, 42 қалады. 42 петляны 2-ге бөлген кезінде 21-21-ден, е. Сонда мына жақтан 11 петля болса, енді мына жерден 10 петля тереміз да, ортасындағы 10 петляны қалдырып, мына жақтан тағы 10 петля, қалған 11 петляны тоқимыз. Осылай жалғасады қыздар. Келесі видеода көрсетем. Мына жерде менің уақытым бітіп жатыр екен. Қазір қайтадан келесі видеода тура осының тоқылуын көрсететін боламын.